Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы арифметикалық және геометриялық прогрессияға күрделі есептерді шығару жолдары. Мақсаты арифметикалық және геометриялық прогрессияларға байланысты есептер шығару. Бірінші есеп, егер теңдеудің сол жағында қосылғыштар арифметикалық прогрессия құрайтын болса, онда 2 плюс 8 плюс 14 плюс тағы сол сияқты плюс x тең 184 теңдеуін шешіңіз. Бұл теңдеуді шешкенде бізде мына x 10 сан болып беріледі. A1 бірінші мүшесі 2-ге тең, айырма d 6-ға тең, sn 184-ге тең, an n-ші мүшесі бізде x деп аламыз. Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын қолданамыз. Яғни sn тең 2a1 қосылған d, n алынған 1 көбейтілген n бөлу 2. sn-нің орнына 184-ті қоямыз, a1-ның орнына 2-ні қоямыз, d-ның орнына 6-ны қойып, біз 184 тең 2 көбейту 2 плюс 6 жақшаншты n алынған 1 бөлінген 2 көбейту n аламыз. Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіріп, біз мынандай квадрат теңдеу аламыз. 6n квадрат алынған 2n алынған 368 тең 0. 2-ге бөлем, сол кезде 3n квадрат алынған n алынған 184 тең 0 квадрат теңдеу шығады. Вет теоремасын қолданып, n біріміз минус 3-тен 23, n2 тең 8 болып шығады. Енді біздің есептің шартында бұл x натурал сан болғандықтан біз минус 3-тен 23 жауабын алмаймыз, n тең 8 аламыз. Енді бізге an-ді табу үшін n-ші мүшесінің формуласын жазып аламыз. an тең a1 қосылған d, жақшаншыны n алынған 1. Сонда n-нің орнына 8-ді қойған кезде a8-ші мүшесі тең 2 плюс, d-нің орнына 6-ны қоямыз, 6, 8 алынған 1 тең 2 плюс 6 көбейту 7 тең 2 плюс 42 тең 44. Яғни біздің есебіміздің шартындағы x-тің мәні 44 болып шығады. Жауабы 40. Келесі екінші есебіміз шексіз кемелі геометриялық прогрессияға берілген есеп. Мына берілген қосындының мәнін табыңдар. Бізде бірінші мүшесі, яғни түпірас 3-ке тең, q еселік, бұл геометриялық прогрессияның еселігін табу үшін v2-ні v1-ге бөлу арқылы табамыз. Яғни түбірасты 3-ті бөлеміз 2 плюс түбірасты 3, көбейту 1 бөлінген түбірасты 3. Мына жерде түбірасты 3 пен түбірасты 3 қысқарып кетеді, бізде 1 бөлінген 2 плюс түбірасты 3 шығады. Енді бөлімдегі иррационалдықтан құтылу үшін бөлімдегі түйіндесіне көбейтеміз. Сол кезде бізде алымда 2 алынған түбірасты 3 болады, бөлімін қысқаша көбейту формуласы бойынша a квадрат минус v квадраттың формуласын пайдалану арқылы 2-ның квадраты 4, түбірасты 3-ның квадраты 3 болып шығады. Сонда бөлімінен 1 шығады да, бұл еселік бізде 2 алынған түбірасты 3-ке тең болады. Енді шексіз кемелі геометриялық прогрессия мүшелерінің қосындысының формуласын қолданамыз. Ол s тең v1 бөлінген 1 алынған q-ға тең. Сондай s тең v1-дің орнына түбірасты 3-ті қоямыз. 1 алынған q-дің мәнін орнына қойған кезде жақшаға алып қоямыз. Яғни 2 алынған түбірасты 3 тең. Алымын өзін жазамыз түбірасты 3-ті. Бөлімінде жақшаналда минус таңбасы тұрғандықтан жақшаның ішінде таңба өзгереді. Яғни 1 алынған 2 плюс түбірасты 3 болады. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сол кезде бөлімінде түбірасты 3 алынған 1 шығады да, алымынан түбірасты 3 шығады. Бөліміндегі иррационалдықтан құтылу үшін алымында бөлімінде осының түйіндесіне көбейтеміз. Сол кезде алымы түбірасты 3, жақшаншты түбірасты 3 қосу 1 болады. Бөлімінде жаңа қысқаша көбейту формуласын пайдалану арқылы түбірасты 3-дің квадратынан 3, 1-дің квадратынан 1 шығады. Сонда 3 пен 1-ді алғанда бөлімінен 2, алымында жақшаларды ашамыз. Түбірасты 3-ті түбірасты 3-ке өткенде 3 шығады. Плюс түбірасты 3-ті 1-ге өткенде түбірасты 3. Яғни бұл шексіз кемелі геометриялық прогрессия мүшелерінің қосындысы 3 плюс түбірасты 3 бөлінген 2 болып шығады. Үшінші есеп, арифметикалық прогрессия құрайтын 3 оң саны қосындысының мәні 21-ге тең. Егер осы сандарға сәйкесінше 1, 1, 5 сандарын қосса, геометриялық прогрессия шығады. Бастапқы сандарды табыңдар. Енді есептің шарты бойынша an оң сан және a1 қосу a2 қосу a3 тең 21-ге тең.
Енді есепте бізде айтыпты, осы сандарға сәйкесінше 1, 1, 5 сандарын қосса геометриялық прогрессия шығады. Сонда В1 тең А1 қосу 1, В2 тең А2 қосу 1, В3 тең А3 қосу 5. Бізге табу керек А1, А2, А3 мүшелерін. Бұл есепті шығару үшін жаңағы бастапқыдағы А1 қосу А2 қосу А3-тегі А2 және А3-ті енінші мүшесінің формуласы арқылы ашамыз. Сол кезде бізде бұлай болады: А1 қосу А1 қосуды қосу А1 қосу 2-ді тең 21. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сол кезде 3А1 қосу 3-ді тең 21 шығады. 3-ке қысқартып жібергенде бұнда А1 қосуды тең 7. Біз білеміз, А2 мүше дегеніміз ол А1 мен А1 қосу Д-ға тең екендігін. Сондықтан А2 бізде 7-ге тең. Сонда бізде екінші мүше анықталды. Енді мына жердегі А2 тең А1 қосу Д бойынша А1-ді табамыз. А1 тең А2 минус Д-ға тең. А3 деген бізде А1 қосу 2 Д-ға тең ғой. Сондықтан 2-ді біз Д қосу Д деп аламыз да. А1 қосу Д бұл А2-ні береді. Сондықтан А3 бізде А2 қосу Д-ні береді. Сонда В1 тең, енді мына жерде бізде А1-дің орнына А2 минус Д-ны апарып қоямыз. Сонда В1 тең А2 минус Д қосу 1. А2 бізде 7-ге тең, сондықтан 7 алынған Д қосу 1. 7-ге 1-ді қосамыз, 8 алынған Д болып шығады. В2 бізде анық, В2-міз тең А2 қосу 1. А2-ның орнына 7 қойған кезде 7 қосу 1 8 болады. В3-міз А2-ның орнына 7 қоямыз, сонда 12 қосу Д-ны береді. В-ның квадраты тең В-н минус 1 көбейту В-н қосу 1, яғни бұл бізде ортаңғы мүшесінің квадраты шеткі мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Формуласын қолданып, В2-ның квадраты тең В1 көбейту В3. Сонда В2-ның орнына 8 қойғанда 8-ның квадраты тең, жақша ішінде 8 алынғанды, екінші жақшада 12 қосылғанды. Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктірген кезде біз квадрат тең деп аламыз. Яғни Д-ның квадраты плюс 4-ті алу 32 тең 0. Бұл квадрат теңдеуді Вет теоремасы арқылы шығарып, Д1-дің минус 8-ге тең екен, Д2-ның 4-ге тең екендігін шығарамыз. Бірінші жағдайда Д тең минус 8 болғанда А1-іміз 15-ге тең, А2-міз 7-ге тең, А3-міз минус 1-ге тең. Біздің есептің шартында бізде оң сан алу керек болғандықтан, бізде мына жерде теріс сан шыққандықтан бұл мәндерді біз алмаймыз. Екінші жағдайда Д тең 4 болған кезде А1-іміз 3-ге тең, А2-міз 7-ге тең, А3-міз 11-ге тең. Бұл жерде оң сан шығып тұр. Сондықтан бұл есептің жауабы А1 3-ге, А2 7-ге, А3 11-ге тең болады. Бізде төртінші есеп арифметикалық прогрессияны, яғни А1, А2, 15, А4, А5, 33, А7 тағы сол сияқты мүшелері берілген. Бұл есепте А1 мен А7 мүшелерінің көбейтіндісін табу керек. Яғни бұл есепті шығару үшін біз үшінші мүшенің белгілі екенін көріп тұрмыз. Яғни А3 15-ге тең, А6 мүшеміз 33-ге тең. Енді арифметикалық прогрессияның еніші мүшесінің формуласын пайдалану арқылы, яғни АН тең А1 қосылған Д, Н алынған Д формуласы бойынша А3-ші мүшені ашамыз. Сонда А1 қосылған 2-ді тең 15. А6-ші мүшеміз А1 қосылған 5-ді тең 33. Мына жерде біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу алып тұрмыз. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеуді енді мынау екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтамыз. Сол кезде мынау А1 мен А1 жойылады. 5-дан 2-ді азайтқанда 3-ті болады, 33-тен 15-ді азайтқанда 18 болады. Сонда Д-ның мәнін табу үшін 18 3-ке бөлгенде айырма бізде 6-ға тең. Енді 6-ға тең екендігін тауып алдық. Енді мына жерде сендер айырманы білеміз барлығымыз. Екінші мүшеден бірінші мүшені азайтамыз, үшінші мүшеден екінші мүшені азайту арқылы табамыз. Сондықтан бізде үшінші мүше белгілі болғандықтан айырма 6-ға тең, үшінші мүше 15-ге тең болса, А2-ні тауып алуымызға болады. А2 тең 15-тен 6-ны азайтамыз, 9-ға тең. А2-ші мүше бізде 9-ға тең. Енді А1-ді табу үшін бізде екінші мүше жаңа белгілі болды. 9-дан 6-ны аламыз, ол 3-ке. Сонда А1 бізде 3-ке тең. Жаңа мен айтқан еніші мүшесінің формуласы арқылы бізге енді А7-ні табу керек. А7 дегенімізді табу үшін А7 тең А1 қосылған 6-ды. Яғни А7 тең А1-дің орнына 3-ті қоямыз, плюс 6 көбейту 6 тең 3 қосылған 6 7 36, қосындысы 39. Сонда бізде А7-ші мүшесі 39-ға тең. А1 мен А7-ның көбейтіндісі, яғни 3-ке 39-ды көбейткенде 117 болды. Сонда бұл есептің жауабы бізде 117-ге тең.
бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.